Ойланып қарап отырсам, ағайын, біздің қазақта мүлдем бірлік деген жоқ екен ғой. Бір-бірімізді әлі жүрміз күндеп, бір-бірімізді әлі жүрміз балағаттап, бір-біріміздің аяғымыздан жүрміз шалып әлі күнге дейін. Ащы да болса шындық осы. Кей кездері ойланам да, осы бөлінудің арқасында қаншама жерден айырылдық, қаншама мәдениетті ұмыттық, қаншама қазақтың қыздары шетелге, өзге ұлт өкілдеріне кетті, мысалға да қарап отырсаң, ол рас. Бұл ащы да болса шындық. Соңғы кезде жыр болып жатқан о, тілдің әңгімесінде де. Сен мың жерден камера ұстап алып, ойбай, менімен қазақша неге сөйлемедің деп кіріп жүре бер дүкендерге. Бірақ одан дым шықпайды да. Тілді дамыту үшін ең бірінші қазақтың бірлігі керек. Қазақ бір болып, бүкіл қазақ бір-бірімен қазақша сөйлесе, сол кезде ғана қазақтың тілі дамиды да. Біз қазақ бір-бірімізбен қазақша сөйлемейінше, өзге ұлт өкілдері еліміздегі қазақша үйренбейді, ағайын. Оны күштеп, зорлап, сен менімен қазақша сөйлесе дегеннен пайда жоқ. Біз өзіміз қазақша сөйлеуіміз керек ең бірінші. Сол кезде ғана өзге ұлт өкілдері қазақшаны мемлекеттік тілде үйренеді. Сондықтан қазаққа бірлік керек. Ел боламыз десек, ағайын, қазақ бір болу керек. Сонда ғана біз мақсатқа жетеміз. Аман болайық.